Sonic Exe приди. Тол басталды. Телевизор озылып тұрған қара. Ей, мынау Sonic қой ёпты. Бәріне сәлем. Сендермен жақсылық Бақытжан. И достар, сендер Sonic деген ойынды білетін шығарсыңдар. Көк көмбек ежик туралы ойын. Оны бұрында Сегада ойнайтынбыз біз. Сондай қазір Сониктің қараңғы жағы шықты. Sonic Exe. Sonic Exe ол не? Ол көзі қып-қызыл, көзінен қан ағатын көк көмбек ежик. Тура дәл сол көк Sonic, бірақ оның жаман, адамдарды өлтіргісі келетін жағы. Соны біз бүгінгі видеода шақыруды шештік. Сендерге қызық болады деген үміттемін. Мен оған сомневаться етпеймін. Енді достар, каналға лайк басып, мына қызыл подписаться деген кнопканы сұрға айналдырыңдар. Өйткені қызыл свет біздік емес, мынау сияқты емес, мынау сияқты. Сол үшін оны сұрғындар. И достар, мен каналымда 450 мың подписчик болған соң, мен Darknet'тен 500 мың теңгеге посылка аламын. Соны тез көргілерің келсе, тез мен каналыма подписаться етіңдер. И осы иконканы кім бірінші табады, соған 2000 теңге. А ол видеоның басында, ортасында, аяғында болуы мүмкін. Сол үшін видеоны айналдырмай, бұлай тщательно көріп отыр. Содан кейін оны табуы мүмкін. Оны шақыру үшін достар, бізге бір А4 қағаз керек. Содан кейін сояққа қызыл маркермен Sonic Exe деп жазамыз. Сол жазып болған соң свечканы сол қағаздың үстіне қойып, жағып Sonic Exe приди деп 3 рет айту керек. Содан кейін ол келу керек негізі. Соны қазір біз тексеретін боламыз. Ал чай алыңдар. Сок или чай, там конфет, анау мынау и видеоны көрейік. Кеттік. Достар, ол Sonic Exe'ні шақыру үшін қазір біз бітеміз. Қызыл маркермен, обязательно қызылмен Sonic .exe осылай жазу керекпіз. И қазір біз свечканы жағамыз. Содан кейін Sonic Exe приди деп 3 рет айтамыз. Содан кейін ол келу керек дейді. Соны қазір тексереміз. Дайынсыз ма? Дайын. Кеттік. Қолым күйдір олым. Так. Свечканы алдық ол. Sonic Exe приди. Sonic Exe приди. Sonic Exe приди. Ритуал басталды. Айттым, енді қазір келу керек на Sonic. Свечканы үстіне алып қояды, честно. Қоян ба? Алып жүресің, жазылмаған. Қойш. Все, Sonic Exe. Болды, енді бұл келу керек. Күтеміз. Так, есі кілтен тұр ма? Бірдеңкелер болса сразу қазір. На, холодильник тайып бақшы өршіп сақшы. Көп дауыс шығаратын осы холодильник. Енді мен мені тоғын суырып тастадым. Тып-тыныш боқалды. Болды, енді бізді холодильниктің дауыстары мазаламайды. Сен ба? Мен емес. Холодильниктің артынан шықты. Тоқта берегеш, түсір. Түсіндіріп тұр. Түк жоға? Деді ма да жер? Что за фигня? Так. Пока тыныш, пока тыныш. Алайын ба? Тиіс аламын ба? Тиіс аламын ба? Мүмкін. Кім біледі? Мүмкін тиіседі. Чөзге жанып тұр, нағайып тұр. Чөп тып-тыныш та? Тып-тыныш болды. Мынандай тып-тыныш вообще болмайтын бізде. Тып-тыныш. Нормально тұр. Точкасы бәрі тұр. Сағат қазір достар где-то қанша болды сағат? Сағат бар ма? Қалдым. Сағат уже 2 қалды где-то. 1:30-нан асты әйтеуір. Пока тыныш, пока тып-тыныш. Дала қап-қараңғы. Мынандай вообще странный тып-тыныштығы.
вообще болмаған андай. Всегда бірдеңке болатын еді. Я ана жап-жарық болып тұр бро. Тут свет өші, жарық ана. Фарма, машина фарма или. Свет қосып алмайды. Слушай, бірдеңке жарқырат жаң. Телевизор қосылып тұрған, аңғыра. Телевизор қосылып тұрған. Сен бол осыған? Жоқ. Достар, барлығымыз Sonic деген ойынды білеміз. Оны кішкентай кезімізде ойнағанбыз. Енді үлкендерге арналған ойын ол Lucky Jet. Міне Lucky Jet деген достар, осындай ойын кіреміз қазір. Міне қараңдар. 5000 теңгені бірінші ставка, екінші ставка ол 10.000 теңге. Екеуін де қойдық, қазір күтейік. 10-ға дейін барса шығарамыз, бармаса шығармаймыз. Кетіп көреміз. Так, барватыр, что-то барватыр. Ну-ка. Мә! 52.500 теңге. Кет, екінші ставка бізде, екінші ставка. Ну-ка, 20. На! 213.300 теңге, достар, 213.300 теңге. Осылай, қараңдар, мен 1 минут болмай 200.000 теңге ақша алдым. Солай сендер мен ссылкамен комментарияда, закрепленный комментарияда мен ссылкам бар. Соған кіріп, осылай регистрация жасап, ақша салсаңдар, сендерге ояқта бонустар беріледі. Бонустары өте тәтті, дәмді бонустар. Соны алып, осылай 1 минут болмай 200.000 теңге жасағандар. Бірақ ол сумо. Мимен ойнап, мимен етіндер. Азартқа бермеңдер. Телевизор қосылып тұрған, аңғыра. Телевизор қосылып тұрған. Сен бол осыған? Жоқ. Жігіт жайыншы? Жігіт жемін емес. Отвечаю. Что за мультфильм? Камераны қара. Сойда, жүр. Соник. Жүр. Соник емес ана, сары бар аңғар. Балкон есік ашық тұр еще. Жалқы болды ма не? Я жалқы болды, мен қадырым. Точно? Точно. Қоясың осы момент, если что. Да. Нау, қайда пульт? Что за Соник емес ана? Соник. Не болады, көп болады. Сониктің ойыны. Соник көп болады, мен ойнағанмын. Дұрыстайсың ба? Дұм, да? Жойсың ба? Видео естілді камера, 100%. Маңыз істеміз. Ей, мынау Соник қой өпті. Ебать. Соник аңғыр. Қап-қарауық. Көрдің ба анау? Көз. Езді. Hello, do you want to play with me? Ты хочешь сыграть со мной? Мен ойнайсың ба деді. Ей, бро. Сониктің көзін көрдің ба? Қып-қызыл. Кетіп өрші. Мен тұр ғой пульт. Соник XZ. Соник XZ. Қара, Соник XZ. Как это? Естің ба? Ёпты вашу мать. Түсіндірші ма? Вашу мать. Деген естің ба? Қазір мурашкада тұр, бүкіл үсті мурашка болып тұр қазір. Холодильник өшіріліп тұр ғой. Соник. Мұнда біреу бар ма? Ёп, твашку мол! Деген дауыс шықты. Мына жерден сияқты. Мұнда біреу бар ма деген соң сразу Мұнда біреу бар ма? Мұнда біреу бар болса бір знак бер. Балкон есік ашық тұр, жауық тұр. Жауық тұр, иә. Көру.
Сағат қараңдар достар, сағат 2:13. 2-ден асты 3 сағат. Так, надо сразу шақырғансын осындай болады деп мен вообще ойламам. Соник ол просто ойын ғой, ойын. Бірақ нау Соник Экзе ол ойынның қараңғы жағы. Қағазды көрейік. Тұр қағаз, нормально тұр қағазға дейін. Тесілмеген я, вообще тесілмеген. Мұнда біреу бар ма? Мұнда біреу бар болса, бір знак бер. Тып-тыныш, е? Неге тып-тыныш? Как-то странно тып-тыныш болды бәрі. Өте қатты тып-тыныш. Холодильниктің астынан ба, шетінен ба және дауыстар шықты. Мана ма? Иә. Тағы да. Мұнда біреу бар ма? Достар, холодильник өшіріліп тұр, мен оның тоғы, мен қараңдар. Мына тоғы холодильниктің тоғымын. Ана жаққа дейін апарып тұр. Оны өшіріп тастадым. Бұл дауыс сонда холодильниктің артынан өзі қалай шығады ол? Это очень странно. Странно, еще телевизор қалай қосылып кетті анау. Қалай анау өзінен өзі. Бро. Бро. Естідің ба? Еще қосылып кетті. Что за фигня? Твою мать, брат. Пульт қайда? Тут пульт мында. Что за фигня, бро? Еще ана жақта бірдеңке тарсылады. Резко қосылды. Тық-тық деді еще. Что за фигня это было? Бля, муха. Не отыр, брат. Тық-тық деді. Не, қараш. Тоқта, былай көрінбейді. Біреудің қолын іздері ма, аңғарам. Былай тұр. Былай тұр, былай тұр. Көрініп тұр ма? Жоқ, болған жоқ. Көрініп тұр ма? Көрініп тұр ма? Иә. Что за зел? Сен қалай байқақ болдың? Бұның былай көрініп тұр, былай. Көрініп тұр. Камераға тіке көрінбейді, свет тұрған соң. Былай көрінеді. Бір тырнау өткен сияқты, Бро, бірдеңке ана қозғалды. Серьезно? Иә, бірдеңке қозғалды. Естісің, біреу қозғалған. Что он жасалып тұр? Мұнда біреу бар ма? Мына бөлмеге келмеген әлі, да? Жоқ, свет бар тұрғанда. Ол, бро, қосылып тұрған телефон, компьютер, телевизор сондайларда болады, Иә, қолданады. Компьютер өшіріліп тұр. Иә. Телевизор неғып қосылып қала береді, ол өшіріліп тұр. Тоқ қосылып тұрған ше. Может быть. Оңай қосылатын сол ғой. Иә. Так, что за фигня? Вообще мынандай бірінші рет болып тұр, бір телевизор осы. Ана тағы да жанып тұр ма? Телевизор осылып қалған жоқ па? Өшіріліп тұр. Мұнда біреу бар ма? Балконның есігін жауып қойықшы, балконның өзі ашылып кетті десем. Достар, сендерге мынандай видео керек па? Біз Соникті шақырамыз да үйге 3-4 камера қоямыз, и өзіміз қолда камера ұстамаймыз, чтобы бізді түсіріп атқанымызды білмес үшін. Сондай видео түсіреміз. Қажет болса, онда жазыңдар. И бір камера аламыз біз, ночной видениесі бар. Ол қараңғыда түсіреді.
сол керек болса 15 000 лайк осы видеоның астына сосын көреміз. Пока тып-тыныш болды. Пока тып-тыныш. Бірақ телевизор қалай қосылып кетті, мынау немене, мына жақтан дауыстар шыға береді. Өшіп тұр ғой. Бро? Че? Сен бе өшірген? Жоқ, мен сенің астына жүрмін. Өшіп қалды ма? Өшіріліп тұр, от жоқ. Жұлдыздарым жағып кетті, ке? Жел емес па, Жел жоқ қой, терезелер жабық тұр. Неге өшіп тұр? Жағасылайық намка. Ол нетеді ғой? Может быть, тез жүгіріп өткеннен ол өшіп қалған шығар желіне. Қалай ойлайсың? Аяқтайық па болды? Аяқтық үйде созылып кетті. Сөйтек аяқтайық. Так. Соник XZ, уйди. Соник XZ, уйди. Соник XZ, уйди. Ал достар, видео соңына жетті. Сендерге ұнады деген ойдам. И достар, мен кішкене ауырып қалдым. Видеода мен түрімді байқасаңдар кішкене шаршаған. Сөйтіп ауырып, мен уже Telegram каналында айттым сендерге. Телеграмда, Инстаграмда сендерге айттым не оқыған. Барлығы описаниеда барып, мен өмірімді аңдып отырсаңдар болады. Жестко ауырдым негізі, бляха муха. Құдайға шүкір, неттім, жазылдым уже. Ал енді сау болыңдар.